Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Журналист Лейтон Биволдың бұрынғы әйеліне қатысты сот үкімі шықты. Жартылай ауыр салмақтағы ресейлік боксшы Дмитрий Биволдың бұрынғы әйелі Екатерина Биволдың басы дауға қалды. Матч Telegram арнасының мәліметінше, Екатерина бұрынғы күйеуі оның анасы мен жанкүйерлеріне тіл тигізгені үшін жауапқа тартылды. Дерексөз ақпараты бойынша прокуратура әкімшілік іс қозғап, оның қорытындысы бойынша сот 34 жастағы әйелге ескерту жасау туралы үкім шығарды. Екеуі 15 жылы отасқан еді. Дмитрий мен Екатерина Бивол 2007 жылы жұп құрған еді. Екеуінің арада екі ұлы бар, Миро және Нико. 2023 жылы маусым айында ерлі зайыптылардың ажырасқаны белгілі болды. Осыдан кейін Екатерина әлеуметтік желіде бұрынғы күйеуіне, оның отбасы мен жанкүйерлеріне қатысты ауыр сөздер айтып бастады. Осыған байланысты спортшыға сотқа жүгінуге тура келді. Жәнібек Әлімханұлы мәлімдеме жасады. Орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлімханұлы X әлеуметтік желісі арқылы мәлімдеме жасады. Бары өз уақытында болады деп жазыпты Жәнібек. Мұны неге қатысты жазғаны түсіндіре қоймады. Достар, сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің ең мықты мотивация, бізге донат ешқандай реклама керек жоқ. Сіздердің тек қана подписация и лайк. Ең соңғы жаңалықтарды біз шығаруға әрекет етіп тұрмыз. Сіздердің лайк бізден мотивация. Баршаға рахмет. Баршаға салем достар, сіздермен тағы спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Әлімханұлынан қашқан боксшының промоутері қандай құлық қойлағанын айтылды. Boxing News порталының шолушысы Джон Хорбар британиялық Хамза Шираздан орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жектен бас тартуына қатысты ойын айтты. Әлімханұлы жекпе-жектен өтпеуі Шираздың промоутері Фрэнк Уорреннің құлығы. 7 желтоқсан Уэмбли аренасында өтетін Дензел Бентли мен Брэд Полс жекпе-жегінің жеңімпазы Шираздың орнына WBO титулы үміткер атанатыны анық. Демек, Куимбрей өз боксшыларының бірін Әлімханұлына қарсы қоя алады. Ал жеңіске жетіп жатса бүкіл британиялық чемпиондық айқас ұйымдастырады деп жазыпты Уарбер. Өзбекстан шыққан Олимпиада чемпионы сынға қалды. Британиялық бокс кеңесінің инспекторы Дэн Фрост жеңіліп көрмеген ауыр салмақты өзбекстандық Баходыр Жалоловтың келесі қарсыласы қатысты ойынын айтты. Жалолов кәсіпқойдағы келесі айқасын 6 ақпан Канаданың Монреал қаласында өткізеді. Қарсыласы франциялық Давид Спилмонт. Жалоловқа кәсіпқойда шынымен мықты қарсыластармен жекпе-жек өткізу қажет. Әсіресе Олимпиадада алтынды 2 рет алған боксшы ретінде. Ал мынандай деңгейде қарсыластар ештеңе бермейді деп жазыпты Фрост твиттерде. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.